Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде ашығын айтайық хабары. 2021 жылғы 1 шілдеде біздің елімізде әкімшілік рәсімдік процестік кодекс күшіне енеді. Кодекс әкімшілік рәсімдер және жария құқықтық қатынастар саласындағы дауларды шешу жөніндегі арнайы сот ісін жүргізумен байланысты қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған. Жаңа кодекс шешім шығарылғанға дейін әкімшілік процестің барлық сатыларында татуласу, медиация туралы немесе дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім жасасу мүмкіндігін көздейді. Бүгінгі хабарда жаңа кодекстің ерекшеліктері мен маңызды тұстарын тілге тиек етеміз. Студияда қонақта Ақмола облыстық сотының төрағасы Досжан Әмір. Қош келдіңіз, аға. Саламатсыздар. 1 шілдеде елімізде әкімшілік рәсімдік процестік кодекс күшіне енеді. Жалпы осы кодекстің маңызы туралы айтып, ерекшеліктеріне тоқталсаңыз. Рахмет. Өздеріңізге белгілі, бүгінгі күні бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, Ақмола облыстық соттары осы заңның ерекшеліктерін, бұл заңның қабылдау себептерін қарапайым халыққа түсіндіріп жатырмыз. Неге дейтін болсақ, бұл кез келген қоғамдық қатынастарды реттейтін белгілі бір заң. Осы уақытқа дейін не болды, қалай болды дейтін болсақ, бұл уақытқа дейінді белгілі бір қоғамдағы болып жатқан жаңағы ұрыс, керіс, дау, жанжалды белгілі бір заңдар реттеп отырды. Ал енді қарапайым халықта бірақ сұрақ туындайды, сонда несімен бұл заң артық, несімен халыққа пайдалы дейтін болсақ, бұл заң бұрынғы заңдарға қарағанда ерекшелігі өте зор деп айтамыз. Бүгінгі күні заңгерлердің айтысы бойынша осы заңды қабылдаған парламентте отырған біздің әріптестерімізде бұл заңды дұрыс пайдалана білсек, мынау халықтың бүгінгі күні билікке деген өкпе назы еселеп азаяды деп айтамыз. Енді ауруын жасырған өледі дейді қазақ. Бүгінгі күні өздеріңіз жақсы білесіздер, көптеген жағдайларда қарапайым халық мынау билікке назын айтып жатады, заңның дұрыс қолданылмайтынын айтып жатады. Заңды осы белгілі бір қоғамдық қатынастарды реттеген кезде анау тергеу орнынан бастап сот саласы бар басқа да билік өкілдері жаңағы дұрыс қолданбайды деген аздарын айтып жатады. Ал енді тағы да айтамыз, бұның ең бір ерекшелігі бұған дейін азаматтық істерді жүргізу кодексі бар бізде, сол кодекстегі тәртіптермен реттеліп отырды. Ал бүгінгі күні бұл жаңағы белгілі бір қоғамдық қатынас осы заңмен реттеледі. Енді артықшылығы не дейтін болсақ, ең негізгі мәселе бұрынғы осы бүгінгі дейін, ертеңге дейін біздің қолданатын заңымыз бойынша екі тарап дауласып келген екі тарап тең етін. Әрқайсысы өзінің уәжін ортаға салатын. Өздеріңізге белгілі, мынау енді фильмде дейміз, соттың жаңағы эмблемасы таразы. Таразының екі басы болады. Сол екі басына екі жақ өздерінің дәлелдерін қояды. Өздерінің жаңағы шама шарқына қарай, өзінің білім деңгейлеріне қарай екі жақ өздерінің жаңағы уәждерін барынша дәлелдеуге тырысады. Мінекей. Содан кейін қай жақтың уәжі басымды, қай жақтың айтып отырған жаңағы мәселесі ойға оралымды заңға сай келеді, соған байланысты соттар шешім шығарып отырған. Алда жалда белгілі бір дәлелдемелер жеткіліксіз болып жатса, болмаса ол дауды шешу үшін белгілі бір сұрақты дұрыс қоймай жатса, талапкер бүгінгі күнгі заң бойынша біз ол жаңағы талапкерге кеңес бере алмаймыз. Өйткені біз бүгінгі күнгі заң бойынша бейтараппыз, біз жаңағы төрешіміз. Көрдіңіздер ме? Ал ендігі мынау әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодекске келетін болсақ, бұл жерде судья өте белсенді. Судья белсенді. Ассалаумағалейкум деп жаңағы арызданушы адам біздің табалдырығымыздан аттағаннан бастап, біз сол кісілердің жағына шығып кетеміз. Бүгінгі күні көрдіңіз бе? Бұрынғыда біз тек қана бейтарапты саттап отырдық. Ешқандай ой пікір айтқан жоқпыз. Әкелген жаңағы таразының басына салдық та сонымен шешіп шығар. Ал енді бүгінгі күні тағы да айтамыз, біз өте белсендіміз. Біз барынша қарапайым халыққа, сосын соның өкіліне көмектесуге тырысамыз. Шынымен де осы жай адаммен, мысалы, кәсіпкер болсын, бұл жаңағы қолында белгі бар орган өкілдерімен тепе-тең емес екені
белгілі, иә, салыстыруға келмейтін шығар. Әрине, міне мәселе сода болып тұр ғой. Сондықтан біз жаңағы азаматтардың қойып отырған сұрақтары дұрыс болмаса, жаңағы үтір нүктесін өз орнына қоймаса, оған біз жаңағы ақыл кеңес береміз. Дұрыстап қоюына. Содан кейін барып, мынау алдын ала сот шешімін шығармай тұрып, өзіміздің пікіріміздің ұшын шығарып отырамыз деп айтуға болады. Мынау сіздердікі осы қаншалықты дұрыс болсын, ойлансаңыздар қайтеді деген сияқты ой тастап отырамыз билік өкілдеріне. Содан кейін біз ойлаймыз, сол билік өкілдері ол ой түскеннен кейін бұл мәселеде өздерінің кемшін тұстарын біле отырып, соттың шешіміне дейін өзара келісімге барады ғой деген сөз біз. Енді қараңыз, жаңа сіз айтып кеткен өте дұрыс, қарапайым халық ол заңды жоғарғы деңгейде біле бермейді. Сондықтан қарапайым халық пен екінші жағында биліктің өкілінде бір емес бірнеше заңгерлер болады. Сондықтан олармен тайталасу, олармен заң жүзінде жаңағы бір неге түсу, сөз жарыстыру қарапайым халыққа өте қиын бүгінгі күні. Біз оны көріп те біліп те отырмыз, бірақ бүгінгі күні қолданыстағы заңның талабы сондай. Екі жақ бірдей, екі жаққа біз бірдей көзқараспен қарауымыз керек. Сол принциппен біз жұмыс жасап жатырмыз да, көптеген жағдайда тағы да айтамыз, халықтың жаңағы белгілі бір сұрақты дұрыс қоя алмағандығынан біз шешімді биліктің жағына шығарып жатырмыз. Ол жерде де біз жаңағы айтамыз, мына сіздің сұрағыңыз дұрыс емес, сұрақты басқаша қойсаңыз қайтеді деп те айтамыз бүгінгі өзінде, бірақ ол кісілер көнбейді. Жоқ, мен сұрақты осылай қойдым, мен осылай шештім, болмаса менің мынау жанымда отырған заңгерім осылай деп айтты, дейді да, өзінің жаңағы пікірін өзгертпесе, біз ондай жаңағы сұрақпен ол кісінің қойып отырған талапын орындалмай жатамыз. Міне, бүгінгі күні бұл заңның жаңағы халықтың мұңын еститін билік, сол халықтың мұң-мұқтажына құлақ асатын билік деген бүгінгі ел президенттің принцибінен шығып отыр. Сондықтан осындай өзгерістер болады. Бұл өзгеріс, тағы да айтамыз, өте сондай бір керемет. Тағы бір мысал келтіріп кетейін, бұл жерде не өзгереді дейтін болсақ, бүгінгі күні қараңыздар, статистика деген мәселе бар ғой, есеп-қисап. Бүгінгі күні осы даулар жүріп жатқан кезде біздің қолымыздағы статистика бойынша қарапайым халық пен билік арасындағы дау-жанжал түскенде бар болғаны 15 қана пайызы қарапайым халықтың пайдасында шешіледі. Ал енді біз бұл заңды кешегі одақ ыдырағаннан кейінгі одақтас республикалардың ішінде ең соңында қабылдап отырмыз, өкінішке орай. Ал енді мына Азербайжан мемлекетін алып қарайтын болсақ, ол жерде осы заң осыдан 6 жыл бұрын қабылданған. Ол жерде 86% осындай даулар қарапайым халықтың пайдасына шешіліп отырған. Көрдіңіздер ме? Сонда ара салмақ қалай болады? Сосын бұл жерде жаңағы барынша, тағы да айтам, қарапайым халықтың мәселесі біріншіден, екіншіден жаңағы бүгінгі күні қолданыстағы заң бойынша әрбір талапкер өзінің қойып отырған уәжінің, өзінің қойып отырған жаңағы мәселесінде оныкі дұрыс екендігін ол дәлелдеу керек. Бұл жерде ол жаңағы белгілі бір азамат кез келген сұрақты қойғанда, бүгінгі күнгі мынау ертеңнен бастап, бірінен бастап қолданысқа ететін заңда бұнда билік өкілі дәлелдеу керек. Ол кісінің қойып отырған сұрағы дұрыс емес екенін, бұл кісілердікі дұрыс екенін. Түсіндіңіздер ме? Жеңілдеу болады. Жеңілдеу болады. Сондықтан осындай мәселені біз алдыға қойып отырмыз. Бұл өте қуанарлық жағдай. Әрине, дұрыс айтасыз. Жалпы осы заңды жүзеге асыру үшін арнайы соттар құрылып отыр. Аудандық деңгейде, облыста жоғары сотта арнайы алқа құрылған екен. Мұның қажеттілігі туралы айтып өтсеңіз. Әрине. Енді қараңыздар, бұл заң бір жыл болып қалды мені қол қойылғанына, бірақ енді ертеңнен бастап енеді. Осындай уақыт берілгені, бұл заңның тағы да айтамыз, ерекшелігінің өте зор екендігі. Соны біз халыққа барынша түсіндірейік деп. Осы заңға қол қойылып, күшіне енгенше Ақмола облыстық соттары 300-ден астам іс-шара атқардық. Оның ішінде мақаламыз бар, осындай теледидардан сөйлеу бар, брифинг мәселесін өткізу бар. Сондықтан біз ойлаймыз, бүгінгі күні халық бұл заңды жақсы күтіп отыр деп. Жаңа сұрағыңыз қалай? Жаңағы осы заңды жүзеге асыру үшін соттар құрылып отыр ғой. Бұл да өте орынды сұрақ. Міне қараңыздаршы, біз осыны мысалды көп келтіріп жатамыз. Мынау медицина саласының қызметкерлері бар. Медицина саласының қызметкерлері сан салаға бөлінеді. Біреуі тіс емдейді, біреуі іш емдейді, біреуі аяқ емдейді. Сөйтіп кете береді. Біз енді жаңағы тіс емдейтін
врачқа, маманға құлағымыздан болмаса тағы бір жерімізден бір неғып тұрған мәселе болса оған бармаймыз ғой. Ол дегеніміз әр нәрсені мамандану керек. Қазақта айтады, тышқан сойса да қашапсы сойсын дейді. Сондықтан бұл әр салада мамандану керек. Бізде сан қырлы істер қаралып жатады. Бүгінгі күн өздеріңіз білесіздер, экономикалық дауларды қарайтын сотымыз бар, азаматтық істерді қарайтын соттарымыз бөлек шықты, әкімшілік істер бұған дейін құқық бұзушылық несін қарап отырды. Ал бұл жерде де біз бүгінгі күні арнайы сот ашып отырғанымыз, сондықтан бұлар нағыз маман болсын. Тек қана осы дауды қаралады. Бүгінгі күні миллионнан астам істер республикада қаралып жатады. 18 жылы 4,5 миллион іс қарадық. Ол деген үлкен. Жаңағы айтады ғой, құшағыңа сыймайтын нәрсені құшақтай алмайсың деп. Сол сияқты мынау барынша біздің судьяларымыз маман болсын, барынша осы істі қараған кезде жылдам білімділігін, біліктілігін көрсете отырып қарасын деп, осындай өкімет, елбасы бар шешімге келіп отырмыз. Өзіңіз айтқандай, бүгінгі күні міне ертеңнен бастап сотымыз жұмыс жасайды. Аудандық сот, облыстық сотта да алқа міне 3-ші алқа дүниеге келіп жатыр. Жоғарғы сотта бұрынғы әкімшілік құқық бұзушылық жаңағы алқасы өзгеріп, осы мына алқаға айналып жатыр. Кеше ғана міне әділет министрі облысымызға келіп кетті, жақсы білесіздер. Ол кісі де осы заңды тағы да бүге-шігесіне дейін лауазымды азаматтарға түсіндіріп, біздің мекемеде болып, ертеңгі жұмысқа біздің дайындығымызды көріп, риза болып кетті деп айта аламыз. Жақсы, енді шешімге дейін судья өзінің алдын ала пікірін айтуға құқылы. Ол не үшін керек? Тағы да айтамыз, енді бұрын бұл болмаған жағдай еді. Егер судья өзінің пікірін алдын ала байқаусызда болмаса, өзінің бір несімен, мимикасымен болмасын, тағы бір артық сөзімен білдіріп қоятын болса, онда тараптар ол кісіге жаңа сенімсіздік білдіреді. Ал егер сол шын мәнінде ол кісінің жаңа айтқаны рас болатын болса, біз ол судьяны ол іске қатысудан алып тастайтын едік. Өйткені тағы да айтамыз, заңның талабы сондай еді. Ал енді бүгінгі күні мынау жаңағы медиация деп жатырмыз. Медиация бұрын мемлекеттік мекемелер дауға қатысқан кезде медиация қолданылмайтын еді. Осы уақытқа дейін 11 жылдан бері қолданылып келе жатқан медиация заңы бойынша. Медиация тек қана қарапайым халықтардың арасында болған дауларда қолданылады. Міне енді жаңа айтып отырмыз ғой, бүгінгі күні бұл медиация заңы билік өкілдері мен қарапайым халықтың арасындағы дауларда да қолданылады. Сондықтан біз жаңағы жерде айтқанда алдын ала шешімді нақты айтып қоймамыз, бірақ енді жаңағы дау келіп шыңына жеткен кезде, кейбір сұрақтар болған кезде жаңағы билік өкілінің өкілдеріне айтамыз. Айналай, мені қараңызшы енді, осы қаншалықты сіздікі дұрыс деген сияқты жаңағы жартылай айтып отырамыз, тағы да айтамыз. Ол жерде өйтіп айтатынымыз, құлаққа қысқылатынымыз қазақша айтқанда, ол жаңағы билік өкілдері ойланса екен, тағы да барып өзінің басшысына айтса екен, ай, мына жерде судьялар осындай әңгіме айтып жатыр, біздікі сол қисық емес пе, тағы да бір ой елегінен өткізейікші, тағы да бір осы мәселені талқылайықшы, ыңғайы келсе, екі жақ жаңағы келісімге келіп бітімгершілікпен бітсе құба-құп болады. Енді бұл бітімгершіліктің қаншалықты артықшылығы бар екендігін біз халыққа түсіндіріп келеміз, әлі де түсіндіреміз. Екі жақ татуласқан кезде бұл көп мәселе ұтамыз біз. Бұл жаңағы елдің елдігі, бірлігі, жаңағы бір күн ұрыс болған жерде 40 күн ырыс болмайды дейді. Сондықтан сосын дауда созыла бермейді. Екі жақта жаңағы жан-жағынан жинақтап нелерін, оның ортасында міне судьялар қосылады, қосымша жаңағы дәйектер жинаймыз ғой. Сондықтан осындай мәселелерді ескере отырып, бүгінгі күні заң шығарушы орган осындай рұқсат беріп отыр бізге. Жалпы енді осы сот процесі барысындағы тәртіпке келетін болсақ, бұрындары енді қатысушылар тәртіп бұзып, сот талабын орындамай жатса, судья бірнеше шара қолданатын еді. Ескерту жасайды, немесе сот залынан шығарып жіберуге құқылы болады. Немесе жаңағы айыппұл салады. Қазір қалай? Бұл негізінен бұл мәселелер қалды. Жаңа ескерту жасау, алда-жалда жаңа процеске кедергі жасап, судьяның төрағалық етушінің талабына бағынбай жатса, біз жаңағы шығарып жіберуден болатынбыз. Болмаса жаңағы басқа да бір құқық бұзушылық жасап жатса, жаңағы
адым арест дейміз ғой, жаңағы бас бостандығынан айырып, жаңағы қамақ қалу мәселесінде шешетінбіз. Ал енді бүгінгі күні жаңа бір жазаның түрі келді, бұл айыппұл салу мәселесі. Айыппұл салу мәселесінде бұл жерде де көрдіңіздер ме, бүгінгі күні заң шығарушы орган билік өкілдеріне қатаң талап қойып отыр. Билік өкілдері бүгінгі күні өкінішке орай кейбір жағдайларда процеске келмей жатады. Процеске ол тараптан адам келмегеннен кейін біз ол процесті жүргізе алмаймыз. Ол кейінге қалып жатады. Бұл жерде халықтың жаңағы ашуын тудырып жатады. Мемлекетке жалпы деген сотқа, мемлекетке деген сенімсіздігін білдіріп жатады. Бұл өте келеңсіз жағдай. Енді заң шығарушы орган айтады, егер белгісіз себептермен жаңағы әрине белгілі бір себептер жатса, оны біз ескереміз, оның бәрін тексереміз. Ал егер белгісіз себептермен билік өкілі процесті келмей жатса, болмаса процеске келген күннің өзінде де жаңағы соттың берген тапсырмасын, белгілі бір құжаттарды, болмаса тағы да бір мәселелерді, дәйектерді алып келу керек мәселесінде де айтылған мәселе орындалмай жатса, болмаса процеске дайындықсыз келіп жатса, ешбір дайындықсыз, осындай жағдайларда бүгінгі күні жаңағы сотқа қатысушы белгілі бір мекеменің уәкілімен қатар, сол мекеменің бірінші басшысына да айыппұл салынады. Міне бүгінгі күні практикада бар, мен кеше де бір жиындарда айтып жатырмын, белгілі бір мемлекеттік мекеме 4 рет процеске 4 өкілін ауыстырады. Төртеуі де процеске келеді да, біздің бірде бір сұрағымызға жауап бере алмайды. Сіздерге де мысалға қандай шығын келтірілді, ол шығын орындалды ма, толтырылды ма, басқа қылды ма, осындай мәселелерге ешқандай хабарсыз. Сонда біз айтамыз, айналайын, сіз процеске сонда не үшін келдіңіз? Міне көрдіңіздер ме? Осындай мәселелер. Бұрын біз оған тек қана жеке қаулы шығарып, болмаса тағы да бір басқадай шаралар қолданып жататынбыз. Бұған дейін де біз қауқарсыз болдық деген әңгіме емес. Енді міне көрдіңіздер ме? Мынау жаңағы айыппұл мәселесі бірінші жаңағы уәкілдің қалтасын ұрады, екіншіден сол уәкілдің бірінші басшысының қалтасына барып мемлекеттің пайдасына өндіру үшін біз жаңағыдай іс-шара қабылдаймыз. Сондықтан біз ойлаймыз, бұл да жаңа мемлекеттік мекемелерді тәртіпке шақырады. Жалпы әкімшілік әділет дегеніміз шенеуніктер аяғын тартатын жүйе дейді. Көптеген мен тағы да айтып отырмын ғой, Европа елдерінде бұл жүйе осыдан 200 жыл бұрын дүниеге келген екен Францияда. Көрдіңіз бе? Біз енді жаңа одақтан тарағаннан кейін басқа мемлекеттердің бәрі бұл заңды қабылдап, біздің жаңа кешеуілдеп қалғанымыз біріншіден өкінішті, екіншіден біз бұл жерде жаңағы осы қабылдаған басқа мемлекеттің заңдарын оқи отырып, о жақтың тәжірибесін ала отырып, енді барынша жетілген заңды қабылдадық деген ойдамыз. Дегенмен де енді әрбір заңның қаншалықты ол жақсы екендігін жаңағы іс жүзінде қолданыста ғана белгілі болады. Енді алда-жалда кемшін тұстар болса, уақыт өткен сайын оны көріп, ұсыныстар енгізіп, толықтырып жатамыз деген ойдамыз. Душан Сарманқұлы, бұл өте тамаша екен. Жалпы енді билік өкілдерінің жауапкершілігі артады деген сөз ғой. Әрине. Сот процесіне. Сізге уақыт бөліп, студияға келіп, осындай маңызды мәселеде өз пікіріңізді білдіріп, халыққа түсіндіргеніңізге көп рахмет айтамыз. Еңбегіңіз жемісті де табысты болсын дейміз. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, осымен ашығын айтайық хабары аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.